Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында пісірілетін нанның рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі ұн. Ұнды електен өткізіп аламыз. Ортасын осылай жасап, 1 шай қасық дрожж, 2 шай қасық тұзымызды салып, және сұйық май құямыз. Сұйық май болса да болады, тоңмайды ертіп құйсақ та болады. Май қосуымыз керек, және суымызды, жылы су керек болады. Жылы суымызды қосып, нан илейміз. Бұл жерде керек ингредиенттердің барлығының мөлшері жазылмайды, өйткені ол мөлшер маңызды емес. Жалпы қамыр жұмсақ болып иленуі керек. Қатты емес, орташа да емес, жұмсақ болып илену керек. Жұмсақ болып илену үшін су көп қосылады. Суымызды қосып, осылай илейміз. Ең маңызды айта кететін жайт, бұл жерде қамырды иі қанғанша илеу керек. Иі қану деген сөз, ол қайырып илей береміз. Міне мысалға, мына жерде қарасаңыздар, қолыма жабысып жатыр. Міне ұндар біріктірілді. Қолыма жабысып жатқандықтан қолымды сулаймын да, осылай илеймін. Қайырып илейміз. Осылай илей берсек, 10 минуттай примерно илесек, өзі жабыспайтын күйге келеді. Сол күйге дейін илеуіміз керек. Қолымызға жабысып жатса, тағы да сулаймыз, суға батырып аламыз. Осылай илейміз. Міне байқасаңыздар, кішкене иі қанып бастап жатыр. Қолға жабыспайды ондай қатты. Енді менде міне болып қалды. Енді бетін жабамын. 2-3 сағатта көтеріледі. Одан кейін мен 1 сағат өткеннен кейін бетін ашып қайырдым. 1 рет, 2 рет қайыра беруге болады. Мен ол қайырылғаны түсірілген жоқ. Менде 3 сағат өтті. Енді қолмен осылай бөліп аламын. Бөліп алып, тағы да жасап қоямыз. Осылай. Жасап қойғаннан кейінде ол жарты сағат тұру керек. Қамыр осылай тұрған сайын, негізінде қайырып тұрған сайын ол өте жақсы болады. Менде бұл мөлшермен 4 нан шығады. Енді бетін жабамыз осылай. Терезе дегендер ашық болмауы керек. Жарты сағат өтті менде. Енді духовканы алдын ала қыздырып алуымыз керек. Мен жарты сағат қыздырам духовканы. Ол міндетті нанымыздың жақсы көтеріліп пісуіне әсер етеді. Осылай саламыз, қолымызбен жаямыз. Қолымызды сулау керек. Енді духовкамызға жібереміз. Енді міне пісіп шықты. Мен нанның бетіне осы жерде май жақтым, сары май. Өйткені камера сол нанның түрін тура беріп тұрған жоқ. Сондықтан мен әдейі май жақтым. Негізінде үйге пісіргенде олай жақпаймын. Түсіріп жатқандықтан жақтым, әдемі көрінсін сіздерге деп. Өйткені камера дұрыс көрсетіп тұрған жоқ.
сол үшін жағып қойдым. Нандарым міне пісіп шықты, жұмсақ. Біз жалпы қатты қызартып пісіргенді жақсы көреміз. Сондықтан қызартып пісіргендер де бар, міне жай пісіріп шыққандар да бар. Менің рецептіммен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ұнап жатса маған лайк баса кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.